Армысыздар, дәл осындай мамандық таңдай алмай жүрген достарым. 9-11 сынып оқушылары мазалайтын бірден бір сұрақ бұл мамандық таңдау. Және де осы мамандық арқылы жұмыс істей ала ма? Тіпті 9-11 сынып оқушылары бітіруіне бір ай уақыт қана қалғанда мамандық таңдай алмай жүргендер қаншама. Менің осы вайным арқылы мамандық таңдауда біршама көмегін сіздерге тигізеді деп ойлаймын. Ендеше сіздер үшін, мені дәлелді болу үшін оқушылардан сұхбат алып өтсем. Ал ендеше кеттік. Қалайсыңдар қыздар? Жақсы. Сіздерге сұрақ қойсам болады ма? Иә. Сіз неше оқисыз? 9 сынып бітіріп жатырсыз. Сіз қандай мамандық таңдаусыз? Маркетолог. Сіз Бариста деген кім екенін білесіз ба? Сіз сегіз сұрақ қойсам болады ма екен? Сіз қандай мамандық таңдаусыз? Мұғалім. Сіз радио деген кім екенін білесіз ба? Рахмет сіздерге. Қалайсың? Қалай? Саған сұрақ қойсам болады ма? Әрине. Сен неше оқисың? 9-шы сынып. Сен 9-шы сынып бітіріп жатсың. Сен қандай мамандыққа есіңді ала жатсың? Дәрігер. Қызықты. Сіз Headhunter деген кім екенін білесіз ба? Естіп көрмеңіз. Саумыңыздар, рахмет. Сау болыңыз. Сәлем, қалайсыңдар? Сәлем. Сіздерге сұрақ қойсам болады ма? Әрине. Сіз неше сынып оқисыз? 11 сынып. Сіз 11 сынып бітіріп жатсыз. Сіз қандай мамандық есіңді ала жатсыз? Мұғалім. Сізге сұрақ. Сіз IT медик деген кім екенін білесіз ба? Білмейсіз. Сізге сұрақ қойсам болады екен? Иә. Сіз неше сынып бітіресіз? 11 сынып жатырсыз. Сіз қандай мамандық есіңді ала жатсыз? Дәрігер, өте жақсы. Сіз speech writer деген кім екенін білесіз ба? Жоқ, Speech writer. Білмейсіз. Жарайды, отырыңызға. Көптен көп рахмет. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, көпшілік сол бұрыннан келе жатқан кешемен бүгінгі мамандықтарын талдауда. Ал олар неге ертеңгі күннің мамандықтарын туралы беймәлім? Достар, қазір әлем тез дамып келе жатыр. Күннен күнге жаңа мамандықтар пайда болып жатыр. Соның көбі біздің қоғамға бейтаныс. Заңгер, қаржыгер, журналист сынды мамандықтар көп екенін бәріміз білеміз. Ал қазіргі жастар жаңа салада жұмыс істегісі келмейді ме? Әлде олар бұл жаңа мамандықтар туралы хабарсыз ба? Ендеше ертеңгі мамандықтардың туралы біраз мағлұмат беріп өтейін. Бариста. Кофе дайындайтын арнайы маман. Сусиста. Суши дайындайтын адам. Инженер-орманшы. Орманның жағдайын тексеріп жүретін маман. Имиджмейкер. Адамға сәнді образы таңдап, талғамын жақсартуға тырысатын маман. Радиохирург. Радио толқындардың көмегімен ота жасайтын дәрігер. Speechwriter. Көпшілік алдында сөйлейтін, мәтінді жазып, дайындап беретін маман. Стрингер. Белгілі бір бақтың штаттан тыс видео, фотооператоры, қауіпті аумақтарға барып қажетті сурет, видеоларды түсіріп, редакцияға жібереді. Headhunter. Бір компанияның жақсы мамандарын басқа компанияға аулап беретін мамандар. Мен көрсетіп өткен мамандықтар нарықтағы жұмыс түрлерінің бір сыпырасы ғана. Әр анықтама қысқаша ғана берілген, шын мәнінде бұдан да көп жаңа мамандықтар жетерлік. Оны менің келесі вайнымда көретін боласыздар. Мен өз таңдауымды жасадым. Ал сіз ше?